Баршаларыңызға қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Мürvet асханасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге өте дәмді, ерекше, күнделікті тағамнан жалғысаңыз, міндетті түрде осы тағамды жасап көріңіз. Мампар деп аталады. Ерекше дәмді болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, қызықтамаңызды жерлерін жіберіп алмаңыздар. Бізге керекті ет. Менде жылқы еті, сіздер қой етін, сиыр етін пайдалансаңыздар болады. Ұсақтап турап алатын боламыз. Мürvet асханасына тіркелмеген оқырман болсаңыз, тіркеліп, лайк бас, комментарий жазып қалдырыңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, қолдап кетіңіздер. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Менің каналым өте пайдалы, түрлі рецепттері бар. Міне етімізді де ұсақтап турап алдық. Осы тағамның құрамын описание бөліміне қалдырамын, сол жерден қарап жасаңыздар. Ерекшелігі дәмді болып шығады. Бізге керекті бір дана бияз. Биязымызды 4 бөлшті бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Ерекше дәмді, құрамы қолжетімді тағам іздесеңіз, міндетті түрде менің каналымда бар. Қарап, өз қажеттеріңізге жаратып, егер ұнаған болса, кері байланыс жасауды ұмытпаңыз. Биязымызды турап алдық. Бізге керегі тәтті бұрыш. Менде осындай қатырылған. Осы тәтті бұрышының қатырылған видеосы каналымда бар. Сол жерден қарап, қолдау білдіріп қойыңыздар. Бір дана сәбіз пайдаланамыз. Енді менде кішілеу болғандықтан 2 дана пайдаландым. Оны да 4 бөлшті бөліктерге бөліп турап алатын боламыз. Өте дәмді, ерекше болып шығады. Міндетті түрде менің рецептіммен жасап, жанұяңызға ұсынып, бірге қуантып қойыңыз. Көкөністеріміздің барлығын турап дайындап аламыз. Одан кейін тамағымызға кірісеміз. Бізге 2 дана картоп керек болады. Ұсақтап оны да турап алатын боламыз, дәл видеодағыдай. Одан кейін қазанымызды отқа қойып, сұйық майымызды құйып, етімізді әдемілеп қуырып, тамағымызға кірісетін боламыз. Етімізді әбден қызартып тұрып қуырып алатын боламыз. Не әдемі болып қуырылды. Енді бір дана биязымызды салып, сарқайғанша қуырамыз. Менің рецептім сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздер де жанұяңызға жасап беріңіздер. Міне біздің етіміз де әдемі болып қуырылды. Бір дана сарымсақ салдым, бір тісше. Ерекше дәм береді. Одан кейін сәбізімізді, тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тұрып қуырып алатын боламыз. 1-2 минуттай. Одан кейін бір қасық тамыт паstaсын салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Қайнап тұрған ыссы суымызды да құйып, дайындап қоямыз. Картопымызды салдық. Енді ыссы суымызды құйып, дәміне қарай тұзын, бұрышын салсаңыздар болады. Менде тұздалған ет болғандықтан азғанадан салдым. Енді сіздер дәміне қарап саласыздар. Ноқатымызды күнара бұрын ыссы суға салып пісіріп алатын боламыз.
Осы сорпамен де 1 сағат 1 сағат жарымдай қайнайды. Өздеріңізге ұнайтын дәмдеуішті салсаңыздар болады. Енді қамырына кірсеміз, бізге 1 дана жұмыртқа, 50 граммдай суымызды құйып, жақсылап тұрып, араластырып, тұзын салып, орташа тығыздықта қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз сап-сары әдемі болып шығады. Илеп болған қамырымызды 5-10 минутқа тындыруға қоямыз. Міне қамырымыз дайын болып қалды. Бетіне салапамен жауып тындыруға жібереміз. 5-10 минуттай уақыт өтті. Арада қамырымызды ұнның көмегімен қатты жұқа етпей, қатты қалың етпей, орташа көлемде жайып шығатын боламыз. Маған ерекше ұнаған мамбар болды. Дәмі де ерекше екен. Сіздерде жасайды деген ойдамын. Меруерт асханасына тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздердің әр қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Міне біздің қамырымыз дайын болып қалды. Осындай лент тәріздес етіп кесіп шығамыз. Одан кейін 4 бұрышты бөліктерге бөлеміз. Дәл видеодағыдай. Мен балаларым кішкентай болғандықтан осы қамырын сүйсініп жейді. Жиі жасап тұратын тағамдарының бірі. Күнделікті тағамнан жалықсаңыз, міндетті түрде осы рецептпен жасап, жанұяңызды таңғалдырыңыз. Не біздің қамырымыз дайын болып қалды. Енді қайнаған сорпамызға, осы арада сорпамыз 1 сағат жарымдай қайнады. Енді осы қамырымызды салатын боламыз. 10 минуттың көлемінде пісіп қалады. Не біздің әдемі, дәмді, өзгеше тамағымыз дайын болды. Енді отбасымызға, жанұямызға сұнсақ болады. Тәлкімізге салып, әдемілеп құйып, жанұяңызға сұныңыз. Ас болсын, келесі кездескенше сау саламатта болайық. Міне дәмді болып шыққан сорпамыз. Балаларымыз сүйіп жейтін ас болды. Ас көп пайдаланып салсаңыздар болады.